Сәлем достар, мен сіздерге бүгін 16 ғасырдың бірінші ширегінде қазақ хандығын өзінің дамуының ең жоғарғы қуаттылығына жеткізген Қасым хан туралы айтатын боламын. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, тегін білім алып, комментарий жазып, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Олай болса кеттік. Керей мен Жәнібек хандардан кейін хан тағына Керейдің баласы Бұрындық отырды. Бұрындықтың атты әскерінің қолбасшысы Қасым болды. Осы қазақ хандығының сол кездегі мақсаты сыр бойындағы стратегиялық қалаларды басып алып, өзінің қазақ хандығының территориясын ұлғайту болды. Сыр бойындағы қалаларды тек қазақ хандары емес, Мұхамед-Шайбани да, Моғолстан ханы Сұлтан-Махмұт та таласты. 15 ғасырдың 70 жылдарынан басталған бұл шайқас 30 жылға созылып, ақырында 15 ғасырдың аяғында Сығанақты, Созақты және Сауранды қазақ хандығына қосып алумен аяқталды. Міне осы кезден бастап қазақ ордасының ең күшті қарсыласы Әбілқайырдың немересі Мұхамед-Шайбани болды. Мұхамед-Шайбани хан өзінің атасы Әбілқайыр ханның елігін қайтадан қалпына келтіруге және қазақ хандығын жоюға бар күш-жігерін салды. 16 ғасырдың алғашқы 10 жылдығының өзінде қазақ хандығына 4 рет шабуыл ұйымдастырды. Бір шабуылында 1509 жылғы шабуылында ол қазақтарды талқандап, ондаған мыңдаған киіз үйлері мен мал мүлкін иеленді және адамдарды тұтқынға алды. Бірақ қазақ хандығын құлата алмады. 1510 жылдың қысында Мұхамед-Шайбани қазақ жеріне тағы да бір ірі шапқыншылық ұйымдастырады. Осы кезде Қасым хан тез арада әрекет етіп, Мұхамед-Шайбанидің әскерлерін тас-талқан етіп жеңеді. Сондай-ақ сол жылдың күзінде Мұхамед-Шайбанидің өзі Қорасаннан шыққан қызылбас шахы Исмайылмен қақтығыста қаза табады. Осы 1510 жылғы шайқаста бас қолбасшы Қасым ханның даңқы дүние жүзіне дейін тарайды. Қасым сұлтанның ерлігін бағалаған Бұрындық хан өз еркіменен тағынан бас тартады да Самарқантқа қызының қолына көшіп кетеді. Ал Қасым хан болса ақ кезге отырғызылып қан көтеріледі. Сөйтіп Қасым хан ресми түрде 1511 жылы хан тағына отырды. Бұл қазақ хандығының негізін салған Жәнібек ханның баласы. Хан тағына келгеннен кейін қазақ хандығын нығайту үшін бірқатар жұмыстар атқарды. 1513 жылы Қасым хан Сайрамды қайтарып алды. 1513 жылы Ташкент билеушісі Сүйеніш қожаға қарсы соғыс ашты, бірақ Ташкент түбінде жаралануына байланысты кейін қайтуға мәжбүр болды. Сондай-ақ 1514 жылы Моғол ханы Сұлтан Сайд Шығыс Түркістанға кетті, сондықтан Жетісудың біраз бөлігін Қасым хан өзіне қосып алды. 16 ғасырдың басында жаңағы Шайбанидің әулеті Сефеви әулетіменен қазақ хандарына қарсы күресте әбден әлсіреді. Сондықтан Шайбани ұрпақтары өзінің солтүстіктегі қуатты көршісі қазақ хандарымен келісімге келді. Қазақ ханы менен Шайбани әулетінің басшылары келісімге келіп, оны әулетаралық некемен бекітті. Қасым ханның қыздарының бірі Байдоллаға тұрмысқа шықты. Қасым хан оңтүстіктегі және батыстағы шекараларын нығайтып алғаннан кейін батысқа көз тікті. Себебі 1516 және 1516 жылдары едіге ұрпақтары осы Шайбани әулетіменен қазақ хандарының шайқасып жүрген мезгілінде Сарайшық қаласын басып алған болатын. Сол жерге өздерінің билігін орнатты. 1519-21 жылдары қазақ ханы Қасым хан Ноғай ордасына қарсы соғыс ашып, Сарайшықты қайтарып алды және ноғайларды Еділ өзенінің арғы бетіне дейін қуып тастады. Сөйтіп қазақ хандығы Жайық өзеніне дейін жетті. Сөйтіп Қасым ханның хандығына Ақ Орданың еліктері, көшпелі ноғайлықтар, шығыстағы түрік тайпалары, Дулат, Үйсін, Қаңлы және Моғолстанның батысындағы тайпалар енді. Ал территориясына шекарасы осы кезеңде оңтүстік шығыста Жетісудың басым бөлігін қамтыды. Қаратал мен Аягөз өзендерінің бойымен солтүстік батыста Еділ өзеніне, солтүстікте және солтүстік шығыста Ұлытау мен Балқаш көлі маңынан
оңтүстігінде Түркістан қалаларының сыртынан өтіп Сырдарияның оң жағалауына дейін жетті. Қасым хан мемлекеттік қоғамдық өмірінде қарсы қайшылықтарды болдырмау үшін заңдар шығарды. Бұл заң Қасым ханның қасқа жолы деп аталынды. Бұл заңда мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заң, елшілік жоралары, жұртшылық заңдары қарастырылды. Хан осы заңменен ел ішіндегі жағдайды түзеп, мемлекетті басқаруды күшейтіп алды. Қазақтардың негізгі этникалық аудандарын қазақ хандығына біріктіріп, бір орталықтан басқару жүйесін жетілдірді. Ол хандық биліктің қуаттылығы ұлыс басшыларының мықтылығында, олардың жауапкершілігінде деп ұқты. Сондықтан ұлыс басшылығына ел басқаруға қабілетті адамдарды сайлады. Қасым ханның даңқы Мәскеу князьдігіне дейін, Иран мен Үндістанға дейін жетті. Ол туралы ортағасырлық ғалымдар, жазушылар жазып кетті. Мысалы, атақты Бабыр жұрттың айтуына қарағанда қазақ сұлтандары мен хандарының бірде-біреуі бұл халықты дәл Қасым хан сияқты бағындыра алмаған. Оның қарамағындағы атты әскер саны 300 мыңға жуық еді деп жазады. Ал Мұхаммед Қайдар Дулати Қасымның бүкіл Дешті Қыпшақ даласында билік жүргізгенін, оның халқының санының миллионнан астам болғанын айтады. Жошыдан кейін бұл жұртта одан ұлы хан болған емес деп жазады. Ал қазақтың ұлы ғалымы Қадырғали Жалайыри Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны Қасым хан еді. Ұзақ уақыт бойы атасының ұлысына билік етті. Аймағындағы ұлыстарды өзіне қаратты. Ол туралы аңыздар әр жерде көп тараған, көпке мәлім болған деп жазады. Қасым хан тұсында қазақтар өз алдында тәуелсіз дербес мемлекет есебінде Орта Азия мен Шығыс Европаға белгілі болды. Өз алдына тәуелсіз билік жүргізді. Мысалға, алғаш рет орыс патшасы 3 Василий менен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. 16 ғасырда қазақ хандығының дәуірлеу кезеңі болды. Жер көлемі ұлғайды, халықаралық беделі өсті, халықтың саны артты. 1521 жылы Сарайшықта Қасым хан қайтыс болды. Осы Сарайшықтағы Алтын Орданың хандарының зиратына жерленіп, сүйегі жеке күмбезге қойылды. Бұл күнде Сарайшықта Алтын Орда хандарына арналған ескерткіш бар. Достар, мен сіздерге Қасым хан туралы білім бердім. Сондықтан сіздер менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.